Бенедикт Камбербэтчтің титулды сиқыршысы 2016 жылы Дәрігер Стрэндж фильмінде дебют жасағаннан кейін бірнеше командалық шытырман оқиғалары тап болып, ғаламды құтқаруға көмектесті. Marvel Studios көптен күткен Дәрігер Стрэндж ессіз мультиәлем фильмінің алғашқы тизері мен постерін шығарды. Тизер өрмекші адамның кредиттік сахнасында көрсетілді. Альбомның премьерасынан кейінгі тизер желіге жылдам тарап кетті. Сондықтан Marvel Studios тизерді шұғыл көрсетуге мәжбүр болды. Күткендей, Marvel ресми түрде шығарған тизер Сэм Рэймидің жаңа фильмнің сюжеті туралы көп нәрсені ашпайды. Таспаның сюжеті бойынша Стивен Стрэндж өрмекші адам үйге жол жоқ оқиғаларының үлкен зардаптарына тап болады. Трейлердегі көріністерге сүйене отырып, көптеген шындықтар жойылу қаупіне ұшырайды. Тіпті Нью-Йорк пен тастанды санктурумның кейбір өлшемдерден алаңдататын эпизодтары бар. Тек алушылар кеңістік уақытты бұзудың салдарымен, Стрэндждің қате сиқырының арқасында байқауыста шақырылған зұлымдармен келе жатқан шындықпен айналысады. Ванда кем дегенде Дәрігер Стрэндж 2 фильміндегі рөлін одақтас ретінде бастайды. Дегенмен, оның хаос сиқырына негізделген күштері Дәрігер Стрэнджге қарсы тұруға әкелуі мүмкін. Ванда Стрэндж келгенге дейін көп әлем туралы білуінің себебі Ванда Вижн соңындағы Агата Харкнестен алған Даркхолдтың қатысы бар. Серияның соңында балалары Билли мен Томми бақылаудан бас тартқан кезде жоғалып, кейін дауыстарын естіп, астралды кітапта оқып жатты. Ванда Вижн соңында Ванда Максимов өзінің шынайы әлеуетін түсініп, қызыл мыстанға айналды. Бірақ саяхатының арқасында шындық бұрмаланып, бүкіл қала тұрғындарының миы тазарады. Көпшілік шоудың оқиғалары Дәрігер Стрэндждің жалғасымен тікелей байланыстырды. Бірақ алғашқы тизер теорияны жоққа шығарады. Ағасы Петроның қайтыс болуы, әсіресе сүйіктісі Вижнның қайтыс болуына, сондай-ақ бірлескен болашаққа деген үмітіне қайғырып, Ванда шағын қаланы ситком тәрізді қиялға айналдыру үшін күштерін пайдаланды. Ванда бақытты болса да, оның күштері көптеген бейкүнә адамдарды бостандығынан айырды. Ванда Вижн аяқталғаннан кейін оңаша өмір сүріп жатқандықтан өзі өсірген бақшасына Стрэндж келеді. Тизерде Стрэндж Вествьюдегі оқиғаны талқылау үшін емес, одан көмек сұрап келеді. Бейнедегі Стрэндж мен Ванданың арасындағы диалог Стивеннің Вествью оқиғасы туралы бұрыннан білетінін растайды. Және фильм бұл туралы қалай және қашан білгенін, соңғы шайқаста неге келмегенін білетін боламыз. Сериалды жасаушылар бастапқыда сиқыршыны эпизодқа қосқысы келген, бірақ жазушылар Ванданың оқиғасына толық назар аударып, бұл идеядан бас тартты. Трейлерде айтылғандай, сиқыршының зұлым нұсқасын жеңу оңайға соқпайды. Сондықтан титулдық кейіпкерге қолдау қажет. Агата Харкнес айтқандай, ал қызыл мыстан жоғарғы сиқыршыдан күштірек болса, Стивен Ванданы іздеп келмеседі. Айтпақшы, Стивен ұлдарын құтқару үшін көп әлемге тәуекел еткенде, Вандамен шайқасады деген қауесеттер бар. Marvel Studios президенті Кевин Файги X адамдармен фантастикалық төрттіктің жоспарларын өзгерткен жоқ. Disney Fox'ты сатып алып, мутанттар, Дэдпул және фантастикалық төрттік сияқты кейіпкерлерді Marvel'дың бақылауына алды. Студиялар Дэдпул 3 пен фантастикалық төрттік жобаларын 2023 жылы түсіре бастайды. Желіде Хью Джекман мен Патрик Стюарт Дәрігер Стрэндж ессіз мультфильм фильмінде Росомаха мен Профессор Иксті қайтарады деген қауесет тарады. Өрмекші адам үйге жол жоқ. Сэм Рэйми мен Марк Уэббтің кейіпкерлерін қайтарды. Сондықтан Marvel жанкүйерлері ессіз мультфильмде бірдей керемет эпизодтарды күте алады. Marvel Studios'ның басшысы Кевин Файги Патрик Стюарт пен Хью Джекманды өз рөлдеріне қайта оралуға көндірді. Кейіпкерлер Логанда қайтыс болғанымен, Файги кейіпкерлерді олардың өлімінен бас тартпай, оларды қайтару жолын ойластыруда. Жақында Патрик Стюарт орындаған профессор Ксавье таспада пайда болады деген сыбыс тарады. Кейінірек фильмге Альтрон боттарының қатысуы туралы концепт арт пайда болды. Twitter қолданушысы Mundo Джек бөліскен концепциялық өнерде, екі Альтрон боттың профессор Ксавьерге қолы кісенделген Стрэнджі әкеліп тұрады. Екі Альтрон боттары және профессордың қасында бір кейіпкер бар. Бұл адамның бойы мен техникасын ескере отырып, Барон Мордо деген шындыққа сәйкес келеді. Концепт арт ресми болуы әбден мүмкін, себебі мына кадрда Мордо Стрэнджге шабуыл жасауда. Кадрға тағы да бір қарасақ, Стрэндждің қолы кісенделген. Концепция өнері рас па, жалған ба, белгісіз, тек сыбыс ретінде қабылдау керек. Дәрігер Стрэндждің сүйіктісі Кристин Палмер фильмде маңызды рөл атқарады. Трейлер оның қатысуымен бірнеше кадрлары, соның ішінде үйлену тойын көрсетті. Фильмде ол жай дәрігер емес, Клея есімді күшті сиқыршы болып шығады. Жоғарғы Стрэндж дегеніміз, әйелі Кристина Палмер қайтыс болғаннан кейін есіздіктің құрбаны болған Стрэндждің қателескен нұсқасы. Нәтижесінде ол Кристинаны өмірге қайтаруға тырысып, қараңғы жолға түседі. Ал егер анимациялық серияның 4-ші эпизодында Дәрігер Стрэндждің өмірінен сыр шертеді. Ол бөлімде Стрэндж жол апатында қолын жарақаттаудың орнына Палмер қайтыс болады.
Кристин Палмердің өткеніне жүрегі ауырған Стрэндж уақыттың абсолютті нүктесін қалай жууға болатын зерттеуге жүздеген жылдар жұмсайды. Стрэндж өмірдің сүйіспеншілігін сақтап қалуға тырысып, өзін күштірек ету үшін сансыз мистикалық тіршілік иелерін сіңіруді қамтитын қара сиқырмен айналыса бастайды. Ритуал оны тура мағынада метафоралық құбыжыққа айналдырады, және Кристин қайтып оралған кезде оның түрінен қорқады. Сиқыршының салдарынан оның айналасындағы шындық әбден бұзылады. Осының барлығына сүйене отырып, сүйген адам үшін бәрін жоғалтты. Және осы уақытқа дейін жету үшін жасаған барлық әрекеттермен ескі өміріне қайта оралуға тым кеш. Бірінші эпизодтың соңында зұлым Стрэндждің ойы өзгерген секілді. Өйткені ол әлемді жойып жіберген Альтронның балама нұсқасы болып табылатын шексіз Альтронмен күресу үшін бақылаушымен, мультиәлем сақшыларымен бірге жұмыс істеді. Бұл сериал зұлым Стрэндждің тағы да қаһарман тұлға болу идеясымен аяқталды. Трейлерде көрсетілген зұлым Стрэндж мультиғалам сақшылармен соғысқа қатыспаған. Әрине, биылғы өрмекші адам үйге жол жоқ фильмінде қауіпті сиқырды Стивен емес, алдамшы Стрэндж жасаған болуы әбден мүмкін дейді. Оның үстіне фондық дауыстың өзі жоғары Стрэндждің көзқарасы бойынша мен ешқашан бұлай болғанын қаламадым деген сөйлемде көрсетілген. Алғашқы суреттердің бірі дәрігер Стрэндждің сынған сағаты пайда болады. Марвел көрермендердің есінде болар. Стивен бір кездері материалдық сағаттарға, соның ішінде қымбат сағаттардың үлкен коллекциясына қатты қызыққан. Сайып келгенде қанша сағат болса да, оның қолында сынған сағаттың тек біреуі ғана қалды. Тизерде Вонг әртүрлі ескертулерді дауыстап хабарлайды. Тіпті өлімнің мистикалық белгілері ретінде қарғаның көрнекті көрінісі бұл түсінікті одан әрі күшейтеді. Стрэндж қоршаған ортаны бақылау үшін кейбір қақпалардан өтіп бара жатқанда драмалық ыдырау күйінен зардап шегетін параллельді әлемге келеді. Сондай-ақ Санктурмның қаңырап қалған нұсқасын аралап жүрген кадрлар бар. Тағы бір кадр Кристин Палмердің үйлену тойынан алынған. Түсінікті болу үшін Кристин Таностың жеткенінен аман қалды. Сонымен бірге Стрэндж кеткен 5 жыл ішінде жаңа қарым-қатынас орнатуы мүмкін. Көрермендер кейбір батырлармен қоштасып жатқанмен, Америка Чавес сияқты жаңадан келгендер қатарына сәлем айтып жатыр. Пиджактың артқы жағында жұлдызбен безендірілген Америка стилінде жасалған костюмді байқауға болады. Сондай-ақ оны дәрігер Стрэндж құтқарып, кейін Кристин Палмермен бірге тағы да бір сиқырлы есік ашылғанда пайда болады. Чавес салыстырмалы түрде мультиғаламға саяхаттауға мүмкіндік беретін портал жасай алады. Бұл қабілетті ессіз мультиәлемде міндетті түрде қолданады. Көшеде орын алған кальмар тәріздес құбыжық сиқыршыға автобусты лақтырып жіберіп, Стрэндж Америка Чавесті құтқарып қалады. Көбісі оны Шума Город деп болжаса, оның жалпы келбетіне сүйене отырып, тіршілік иесі күткеннен әлде қайда кішкентай болып көрінеді. Бұл Гаргантас болуы мүмкін. Дәстүрлі түрде теңіз жәндігі Атлантида патшасы Немормен жау болған. Дәрігер Стрэндж екіде комар-тажға жасалған шабуыл кезінде түскен қызық жаратылыс көзге түседі. Оның сыртқы келбетіне сүйенсек, бұл Минотавр сиқыршы Ринтра дәрігер Стрэндж екіде болады деген қауесет болған. Питер Гиллис пен Крис Уорнер жасаған Ринтра комикстерде дәрігер Стрэндждің одақтасы және шәкірті ретінде қызмет еткен. Өрмекші адам фильмде Джейк Батальон ойнаған Нед Лидс, сәйкесінше Питер Паркердің адал досы. Дәрігер Стрэндж екі қайта түсірілген ескере отырып, Нед Лидстің фильмде пайда болуына мүмкіндік бар. Айта кетейік, Нед сиқырды қолдануды өте тез бастады. Әсіресе сиқырдың қаншалықты қиын екенін ескерсек. Тіпті мен мықтымын деген Стрэндждің өзі сиқырды сәтті орындау үшін көптеген жылдар бойы тәжірибе жинады. Недтің порталдарды қалай ашу керектігін үйрену жылдамдығы, сиқырлы күштің терең білімін зерттейді. Үйге жол жоқ фильмінің соңында Стрэндж Недтің сиқырлы біліміне қызыққан секілді. Болашақта Стрэндж Недті жаттықтырмаса да, Лидс Вонгтан тәлімгер таба алады. Вонгтың жақында Шанг-Чиде пайда болуы Фил Колсонға ұқсайтын тұлғаға айналып, жаңа супер қаһармандарды қатарға қосуға көмектесетін идеяны қолдайды. Енді фильмнің сюжетіне тоқталайық. Теория жүзінде айтылып жүрген фильмнің сюжетін түсіндіріп беруге тырысамын. Барон Мордо қажетсіз сиқырды тоқтату миссиясы кезінде шалғай ауылда Ванда Максимовты кездестіреді. Мордоның ескертулеріне қарамастан Ванда бағынудан бас тартады. Кейінгі шайқаста Ванда Мордоны өлтіру үшін Даркхолд күшін пайдаланады. Санктурмда Стрэндж Кристин Палмер Вонгпен шиеленіскен қарым-қатынасын еске алып, оны қашып кеткен деп атайды. Кейінірек ол Кристинаның үйлену тойына қатысады. Осы уақытта Шума Город деп аталатын жын жас қызды аулап жүреді. Вонг пен Стрэндж қызды қорғауға араласып, жаратылыстың мультиәлемге шегіну үшін небір амалдарды жасауға тырысады. Америка Чавес есімді қыздың мультиғаламда саяхаттай алатын күші бар екені анықталды. Чавес Вонг пен Стрэнджге қауіп төніп тұрған мультиғаламның құрылымы тұрақсыз, бұзылғанын айтады. Вонг Чавесті комар-тажға алып барады,
Ал Стрэндж Кристиннен кешірім сұрап, оған деген шынайы сезімін мойындаған соң, мультиғаламда зерттеу мақсатында санктурумға алып кетеді. Стрэндж Ванданы табу үшін шалғайдағы ауыл туралы естиді. Стрэндж оған бәрін айтып, Вандадан көмек сұрайды. Мультиғалам Ванданы қызықтырып, оларға көмектесуге келіседі. Стрэндж, Ванда және Чавес сұраққа жауап іздеп мультиәлем есігін ашады. Олар қаңырап бос қалған әлемге келеді. Чавес Шумагородтың іздерін мультиәлем арқылы бақылап отыр. Алайда оларға Альтрон дрондары шабуыл жасайды. Стрэндж және Ванда дрондарды жояды. Олар қалыпты қала орталығына келіп, көлік апатынан аман қалған адамдардың куәсі болады. Көп ұзамай ТВ-ге келіп оларды ұстайды. Қызық, олардың барлығы ТВ-ге еріп, Локи мен Мобиусты кездестіріп, штаб-пәтерге келеді. Стрэндж миссиясын аяқтап жатса, Локи Сильва мен Канг арасындағы дауды түсіндіріп әлек. Ванда мен Чавес мұны білгеннен кейін портал ашып кетіп қалады. Олар қараусыз қалған Комартаджға оралып, жоғарғы Стрэнджді кездестіреді. Ол өзінің қалай пайда болғанын және Кристинге деген шексіз махаббатын ашады. Олар капитан Картер бастаған Ақш армиясы Гидра сарбаздарымен соғысып жатқан заманауи Геттисбургке келеді. Стивен жоғарғы Стрэндждің сөзінен кейін Ванданың ниетіне күмән келтіре бастаған сәтте Ванда мен Стрэндж арасында қақтығыс орын алады. Алайда Даркхолдтың күшін пайдалана отырып, Ванда Стрэнджді жеңіп, оны өлтіре жаздайды. Бұл уақытта Стрэнджді капитан Картер құтқарады. Бұлардан қорқып күдіктенген Чавес мультиәлемге қаша бастайды, ал Ванда оның артынан қуа жөнеледі. Кімге сенерін білмеген Стрэндж өз әлеміне қайта оралуды шешеді. Бірақ капитан Картер оны тоқтатып, мультиәлемді бақылайтын кеңістіктің бір бөлігі екенін айтады. Картер Ванданы кеш болмай тұрып тоқтату үшін Стрэнджді кездесуге шақырады. Осы уақытта Ванда Чавестің соңынан қуып келе жатқанда, гангстерді азаптап жатқан Дэдпулды кездестіреді. Дэдпул бұл қуғынға араласуға тырысады. Қашуды жалғастыру үшін Чавес бірнеше портал жасайды. Сөйтіп Дэдпул Марвел ғаламына өтіп, 3-ші фильмді көрсетуге асығады. Картер Стрэнджбен әртүрлі ғаламнан шыққан Иллюминати деп аталатын топпен жолықтырады. Олар Иллюминати штабына келгенде Рейд Ричардс және Мордомен кездеседі. Олар Ванданың әрекеттерін талқылайды. Жоғарғы Мордо профессор Иксті шақыруға шешім қабылдайды. Футуристік әлемде Ванда Чавесті ұстап алады. Алайда бақылаушы қабілеттері ұқсағандықтан өмірге араласып, Чавесті құтқарады. Кейінгі шайқаста Даркхолдтың күшін пайдалана отырып, Ванда бақылаушыны өлтіреді. Иллюминати Ванданы бағындыру үшін шешім қабылдайды. Олар Альтрон дрондарын басқаратын және Ванданы қадағалап жүрген Тони Старкты көмекке шақырады. Бұл жолы біз кіші Роберт Дауни сомдаған Тониді емес, Том Крузды көреміз. Ванда мен Чавестің соңғы аялдамасы Стив Роджерс президент болған Нью-Йорк қаласына келіп тоқтайды. Ванданы ұстауға Иллюминати келеді. Шайқас барысында Ванда оларға өз қалауын ойша бейнеде көрсетіп, Вижн мен екересек баласы бақытты өмір сүріп жатқан қала маңындағы үй Вандаға арман болған екен. Стрэндж бұл қайғыны түсінеді, өйткені ол да Кристинмен бақытты өмірінен айырылды. Ақтық кезеңде Шумагород Ванданы Даркхолд арқылы басқарған болып шығады. Иллюминати онымен күресе алмайды. Профессор Икс Вандаға өзінің санасында шынайы болмысын табуға көмектеседі. Барлығын түсінген Ванда Шумагородпен өзі күресе бастайды. Стрэндж Шумагородты жеңу үшін қандай қадамға баратын біліп, одан бас тартуын өтінеді. Алайда Ванда бар күшін жұмсап, жынды жеңу үшін өзін құрбан етеді. Иллюминати мен Стрэндж Ванданы қаһарман ретінде таниды және өздерінің шынайы әлеміне оралады. Стрэндж Чавестен бірге жүруді сұрайды, оны жаттықтырып тәрбиелейді. Біраз уақыттан кейін Стрэндж Нью-Йоркте серуендеп бара жатып, Билли мен Томмидің пиццерияда отырғанын көреді. Стрэндж оларға жақындап сұрақ қояды. Олар мұнда қалай келгенін білмейді. Шындығында Ванда қалған мақсатына қол жеткізеді. Бұрыннан бері айтқандай, мультиғаламның жаман салдарын айтумен келем. Алайда таңғажайып ғаламның не үшін жаман салдарға әкелетінін түсіндіруге уақыт қажет болды. Мультиәлем Марвелге өз оқиғаларын қабылдау үшін сансыз ғаламдарды ұсынады, бірақ барлық мүмкіндіктер бірдей емес. Мәселен, Sony компаниясының бұрынғы өрмекші адам фильмдері Марвел киноәлеміне өтіп кетуі шатасуға алып келеді. Тоби мен Эндрюдің осы әлемге өтіп, ғаламда алмастырып жүргені барлығымызға қызық болар. Алайда оның кері әсері күрделі сюжеттермен сахна артында қиындықтар туғызады. Қарапайым жанкүйерлерді былай қойғанда, актерлар шатаса бастайды. Ванда 5-ші бөлімде өзінің бауыры Питерді қайтарады. Жанкүйерлер білетін Питер, Фокс ғаламындағы Эван Питер сомдаған сынап болды. Кейін оның қарапайым Ральф Боунер есімді актер екені анықталып, Агатаның жоспары болып шығады. Марвел киноәлемінде Ванданың шынайы бауырын Аарон Тейлор Джонсон сомдады. Алайда актер Марвелге қайта оралып, Sony ғаламында Крейвен аңшының рөлін алды. Егер мультиғалам аңшыны өрмекші адам ғаламына өткізсе, нағыз шатасу сонда болады. Мультиәлем оқиғалары күрделі болып барады.
Marvel компаниясының басшысы Кевин Файги бастапқыда шоуларын бұрынғыдан да иммерсивті етудің жолы ретінде шоулар мен кинолардың басын қоспақшы. Өкінішке орай, Marvel киноғаламында енді көре бастайтын жанкүйерлерге оқиғаны түсіну қиынға соғады. Осындай қызықтан қалмау үшін 20-дан астам фильм мен бірнеше шоуларды көру қажет. Сондықтан Marvel хронологиясын толық білмеген жанкүйерлерді жол бойында қалдыруға дайын.